Қайырлы күн, құрметті әріптестер, бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында Ғазиз Байтасов атындағы жас жол инспекторы 20-й республикалық слетын өткізу туралы баспасөз мәслихатын өткіземіз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию на тему проведения 20-го республиканского слета «Юный инспектор дорожного движения» имени Газиза Байтасова. Спикерлеріміз таныстырып өтейін. Боранова Ақтоты Сермахановна, Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің жол қозғалысы қауіпсіздігі басқармасының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы. Рахимжанова Гаухар Болатбекқызы, Дарын Шығыс Қазақстан облыстық дарындылықты және қосымша білім беруді дамыту ғылыми әдістемелік орталығының директоры, және Ислямова Ансаған Амановна, тұлғын рухани адамгершілік дамыту және тәрбие бөлімінің бас маманы. Құрметті Ақтоты Сермахановна, сөз кезегі өзіңізге. Саламатсыздар ма, құрметті медиа қауымының әріптестері. Бүгін біздің енді жиналып отқан себебіміз осы балалардың арасындағы жол-көлік оқиғасының алдын алу мақсатында ұйымдастырылып отырған республикалық жас жол инспекторларының слеті. Енді бұл слет қайдан шықты, не бұл деген сұрақ туындауы мүмкін, өйткені біз пандемиядан кейін 5 жылға тоқтап қалдық. Бірақ негізі слеттің бастамасы Қазақстанда 2000 жылдан басталған болатын. Бірақ пандемия одан бөлек енді бұрынғы кезде ол қазір уже неше жыл, 80 жыл, 90 жылға жетіп қалды. Негізгі түбі тарихы, шығу тарихы. Бірақ осы Қазақстанда 2000 жылдан басталды, бірақ пандемияның кезінде кішкене тоқтап қалдық. И осы жылы былтыр деп айтайын, министрдің тапсырмасы бойынша осы балалардың арасындағы жол-көлік оқиғаларының алдын алу, оны болдырмау, балаларға бала кезінен осы жолда жүріп тұру ережелерін енгізу бойынша жұмыстардың бірде-бір құралы, мықты құралы осы жас жол инспекторларының слеті. Яғни бұл слеттің кезінде балалар 9 конкурс, 9 байқау арқылы бір-бірлерімен жарысады деп айтуға келмейді. Себебі бұл жерде жиналатын барлығы өз облыстарында бүкіл сентябрьден бастап, оқу жылының басынан бастап біздің ұстаздардың арқасында, ұстаздармен бірге осы мектепте өздерінің құрдастарының арасында, өздерінен кіші балалардың арасында жолда жүру қағидаларын үйрету, соларды қалай жүріп тұру керек екенін түсіндіру жұмыстарымен бірлесіп атқарған жұмыстардың нәтижесі осы жылдың аяғында, оқу жылының аяғында республика бойынша барлық облыстан, өңірден жеңімпаз болып келген жас жол инспекторлары өздерінің жұмысының нәтижелері бойынша бөлісіп, одан бөлек жаңа басқа облыстардан, басқа мемлекеттерден келетін өздері сияқты жас жол инспекторларымен опыт дейді ғой, пікір алмасу. Яғни біздің береріміз бар оларға, олардан аларымыз бар деген сияқты. Яғни осы балалардың арасындағы жол-көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған жұмыстарды одан әрі жандандыруға бағытталған негізі іс-шара. Яғни қазіргі таңда енді кішкене сандарды сөйлетіп кетейін. Осы жарты жылдың өзінде біз республика көлемінде 135 баланы жоғалтып алдық. Енді 135 баланы классқа теңестіретін болсақ, ол дегеніміз шамамен 5 класс па? 5 класс биыл мектеп бітірген жоқ деп айтуға болады. Енді салыстырмалы түрде айтсақ, өте үлкен сандар. Балалардың арасында көбіне 11 мен, яғни 5-8 сынып оқушылары көбіне жол-көлік оқиғаларына түсіп жатады. Не себеп? Өйткені олардың осы кездегі, осы жастағы іс-әрекеттері, қимылдары өте ширақ болады да, сол үшін жол-көлік оқиғаларына енді қауіпсіздікті түсініп біле бермейді ғой. Яғни бала туылған кезде жарақаттың не екенін білмейді, ауру дегеннің не екенін білмейді, өлу дегеннің не екенін білмейді ғой, мысал үшін айтқанда. Сол үшін біз оларға үйрету үшін осындай шараларды өткіземіз, көптеп өткіземіз. Бұл ең бірі ғана деп айтуға болады. Барлық өткізетін, балалармен өткізетін шаралардың бір ғана бөлшегі деп айтуға болады. Бірақ осы бөлшектің өзінің балаға берері көп. Себебі бала көзбен көріп, қолмен ұстаған кезде ғана оның есінде қалады. Яғни заң мен тәртіп қағидаты ол жаңағы бесіктегі баладан бастап еңкейген кәріге дейін соны сақтанып, ұстанып жүретін қағида. Яғни өз басының жеке қауіпсіздігі. Одан бөлек бірін айтып біріне кетіп жатырмын ғой, жол-көлік оқиғаларында қаза болған балалардың 60% біздің ересектердің кінәсінен қайтыс болып жатады.
Неге десеңіздер, тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан балалар зардап шегеді. Қалған 40%, 35% осы жаяу жүргіншілер ретінде кетіп қалады. Қалғандары 5%, яғни ол жерде велосипед немесе самокат деген сияқты әртүрлі басқа да жағдайлар бар ғой, солардың кесірінен қайтыс болып жатады. Яғни бұл жерде ең бірінші кезекте біз балаларды аман алып қалу үшін бірінші кезекте өзімізден бастауымыз керек. Яғни өзімізді тәртіпке келтірмей, қасымызда келе жатқан балаға түсіндіріп, көрсетіп, оған үлгі бола алмасақ, оларға біз ешқандай да өзгеріс енгізіп, оларға сен дұрыстап жүр дегенмен, олар сіздің істеген іс-әрекетіңізді қайталайды. Сіз қалай жол ережесін бұздыңыз, ол да келесі жолы сол жерден дәл солай жол ережесін бұзып өтеді. Себебі бала губка дейді ғой, жаңағыдай көргенін бірден қағып алады. Олар өте жаңағыдай, біздің былайынша қарап тұрып айтатын болсақ, балалардан үйренеріміз өте көп. Сол үшін балаларымызды аман алып қалу үшін олардың шынайы осы өмірге деген қызығушылығын одан сайын қызықтыру үшін біз осындай ойын түрінде, викторина түрінде осындай байқауларды өткіземіз. Ертеңгі күні уақыттарыңыз болып жатса, келіңіздер. Лагерьде 10 күн бойына балалар өздерінің білімдерін, яғни жол-көлік оқиғаларында, жол-көлік оқиғасына түскен кездегі алғашқы көмек дейді. Алғашқы медициналық көмек деген бөлек, және алғашқы көмек көрсету қағидаларын үйренеді. Сол бойынша өздерінің білгендерін үйретеді. Яғни ол жерде бізде Қызылай көмектеседі. Яғни Қазақстанның Қызылай қоғамы келіп, жаңағыдай шынайы өмірге бейімделген, шынайы өмірдегі жарақаттарды макет арқылы, муляж арқылы істеу нәтижесінде балалардың сол жол-көлік оқиғасында қалай өз-өзін ұстау керек, не істеу керек, қандай жағдай қабылдау керек деген сияқты іс-әрекеттер үйренеді. Одан бөлек жолда жүру қағидаларын, яғни ПДД дейміз ғой, содан емтихан тапсырады. Одан бөлек реттеушінің бүкіл қимылын жатқа біледі, қалай жүру керек, қалай тұру керек екенін, яғни балалар өзінің бойынан сіңірген кезде ғана осы жол жүрісі қағидаларын сақтап, алдағы күнде де өздерінің өмірін аман алып қалады. Яғни біз қазіргі таңда осы балаларға егер осыны үйрететін болсақ, алдағы уақытта, болашақта біздің балаларымыздың қаза болу саны төмендейді деген келеді. Мен болдым деп ойлаймын. Сұрақ болса, жауап беруге дайын. Ақпаратты қысқаша орыс тілінде берсеңіз. Орыс тілінде де беру керек па? Орысшам кішкене онша емес, сол үшін алдын ала кешірім сұрап алайын. Сол үшін оқып беруге тура келетін шығар, иә? Юные инспекторы дорожного движения – это дети, которые в целом участвуют в школьных мероприятиях с сотрудниками полиции, с сотрудниками образовательных учреждений, то есть педагоги. В основном у нас, как бы это сказать, в каждой школе нету сотрудников полиции, которые, чтобы они непосредственно, постоянно работали. Поэтому у нас с Министерством просвещения есть совместный приказ, где распределены, например, скажем, с 1 по 4 классы где-то примерно 8 часов за счет классных часов, 5-8 классы примерно 10 часов, а взрослые классы уже 9-10 уже за счет военной подготовки где-то максимум 6-8. Поэтому хотелось бы сказать, что это очень маленькое время, уделенное для безопасности и сохранения жизни наших детей. Поэтому в далеких уже за 80 лет было придумано это мероприятие, то есть этот слет, это движение, где мы привлекаем самих же детей. Именно активный возраст у детей это примерно где-то с 11 по 15 лет, 14, то есть 5-8 классы. Если говорить о цифрах, то есть на сегодняшний день за полгода мы потеряли 135 детей, из них 60% погибают по вине взрослых, соответственно, из-за нарушения правил перевозки. Но остальная часть, получается, они как пешеходы. Поэтому, чтобы формировать у них безопасное поведение на дорогах с детства, юидовское движение дает очень много. То есть, что это такое? Это не просто школьное объединение, это мощное детское и юношеское движение, которое воспитывает поколение дисциплинированных, ответственных и грамотных участников дорожного движения. Министерство внутренних дел совместно с Министерством просвещения продолжает системную работу в этом направлении. То есть на сегодняшний день, хочу сказать, порядка 70 тысяч детей вовлечены это юидовское движение. То есть они знают изнутри эту работу, эти правила,
как нужно переходить дорогу, что означает жесты регулировщика, что означает в целом знаки, дорожные знаки, то есть где можно, как нужно передвигаться. Когда ребенок сам все это видит и сам это все делает и участвует в этом активно, еще он это, если пропагандирует, то в будущем он это уже точно не забудет. То есть один раз, ребенок, который участвовал один раз в этом движении, у нас много таких практикуется, многие становятся сотрудниками органов внутренних дел. То есть как бы это очень интересное движение. Главная цель – снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Местом в этом году был выбран Усть-Каменогорский лагерь Даран. Почему? Возникает вопрос, потому что вот до пандемии, кстати, я забыла сказать, мы реанимируем в этом году юидовское движение. Получается, у нас был перерыв в 5 лет из-за пандемии. Поэтому в 2019 году, то есть по положению, по правилам слета, республиканского слета, кто является победителем, то есть кто выиграл первое место в предыдущем слете, в том регионе и проводится этот слет. Поэтому мы остановились на 2019 году в Восточно-Казахстанской области. В 2020, как мы собрались, у нас не получилось, поэтому продолжаем это, хоть и спустя через 5 лет. На этом слете участвуют порядка 200 детей. Это дети из 20 регионов Казахстана, в том числе страны СНГ. Но из-за того, что по разным причинам приезжает только Киргизия, Белоруссия еще под вопросом. Поэтому завтра точно будет уже известно. Но вообще в целом мы отправляем приглашение всем странам СНГ. Например, к сведению, мы вчера в июле съездили в Таджикистан на межгосударственный слет, где участвовали 7 стран. Это были Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. Наши дети честь Казахстана защищали Мангистауская область и заняли 2 место. Поэтому в октябре у нас будет в Российской Федерации, в Анапе будет также межгосударственный слет. То есть на этом мероприятии кто займет 1 место, поедет дальше в межгосударственный слет. То есть вообще это юидовское движение, это в целом работа за целый учебный год. Совместно с педагогами, совместно с сотрудниками и самими же детьми. То есть это очень, очень интересное, завлекательное мероприятие. Кто в нем живет, он это понимает. То есть я 20 лет своего стажа, 18 в этом направлении. Поэтому каждый раз мы, когда слушаем гимн, юидовский гимн, у нас прям очень прям интересно, это словами не передать. Они будут соревноваться, вкратце попробую сказать, они будут соревноваться в конкурсе «Знатоки правил дорожного движения», оказание первой помощи, жесты регулировщика, то есть юный регулировщик, история юных инспекторов дорожного движения, то есть эрудиты. Самый главный конкурс, самый основной конкурс имеется в виду в этом слете, это агитбригада, то есть агитация, пропаганда, поведение на дороге. То есть дети буквально в промежутке 5 минут, они очень завлекательном форме, то есть либо сценка, либо песни, они доносят до своих же сверстников, даже иногда до взрослых, как нужно себя вести на дороге. То есть какие еще у нас конкурсы? Также у нас на этом слете запланированы тренинги, круглый стол, семинары, совещания для сотрудников полиции и для сотрудников органов образования. То есть мы стараемся, когда собираемся, мы стараемся по максимуму предоставить всевозможные варианты, как работать в этом направлении, что делать. То есть они приходят сюда не только соревноваться, они приходят сюда обмениваться опытом, они приходят сюда находить общих других друзей. Поэтому всех приглашаю вступить в ряды юных инспекторов дорожного движения. Благодарим за информацию. Так, Ансаған Амановна, вам слово. Құрметті әріптестер, енді бізде 25 жылдың 3 мен 13 тамыз аралығында Шығыс Қазақстан облысында республикасының жалпы орта білім беру мекемелерінің оқушылар арасында Ғазиз Байтасов атындағы жол қозғалыс жас инспектор атты 20-шы мерейтойлық республикалық слет өткізу жоспарлануда. Слетке республиканың түкпір-түкпірінен 11 мен 14 жас аралығындағы
150-ден астам оқушы, сондай ақ Беларусь пен Қырғызстан республикасынан келген командалар қатысылады. Биылғы енді слет бұл Шығыс білім басқармасының дарын лагерін базасында өткізіледі. Дарын лагері бұл Өскемен қаласында 30 шақырым жерде орналасқан, көркем жерде орналасқан. Бұл жер таза ауа, әдемі, таулы, ландшафт және климаттық мүмкіндіктердің сәтті үйлесімі. Слет қатысушылар үшін тұруға арналған абаттандырылған коттедждер, медициналық блок, асхана және балалардың конкурстары мен бос уақытын өткізуге арналған барлық инфрақұрылымдар ұсынылады. Балалар үшін әртүрлі теңдестірілген 5 реттік тамақтандыру ұйымдастырылады. Медициналық корпус қажетті жабдықтармен жабдықталған және дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілген. Дарын лагерінде слет қатысушылармен тәулік бойы білімді тәлімгерлер болады қастарында. Лагердегі балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Осы мақсатта лагер аумағы толығымен қоршалған, тәулік бойы күзет қамтамасыз етілген, бейне бақылау камералары орнатылған, тәрбиешілер мен тәлімгерлер корпуста балалармен бірге тұратын болады. Слет қатысушылар үшін конкурстардан бос уақытында мәдени іс-шаралар, тимбилдингтер, шығармашылық конкурстар, квесттер және де басқа да спорттық жарыстар өткізіледі. Рахмет, Гаухар Болотбековна, орыстың жауап берсеңіз. Сұрақ болса? Сұрақтарыңыз болса, если есть вопросы, я готова ответить по программе в лагере Дарын. Ну, дети со всех уголков нашей республики будут собираться на 20-й юбилейный республиканский слет юного дорожного движения у нас в Восточно-Казахстанской области, и это большая честь для нас, поскольку наша команда привезла первое место со слета, который проходил в 2019 году в Белоруссии. Мы очень гордимся этим. В 2017 году на базе лагеря Дарын также проводился такой же слет. Поэтому у нас есть, можно сказать, опыт в работе с детьми, с юными инспекторами дорожного движения. Мы очень рады, что принять около 200 детей, которые собираются со всей республики. Помимо того, будет команда из города Кыргызстан, ну и под вопросом еще некоторые команды со стран СНГ. Дети у нас будут заезжать и находиться в лагере с 3 по 13 августа. Так же, как и все дети, они будут находиться в лагере согласно отрядов. То есть здесь идет такой принцип, чтобы для детей лагерь был как бы площадкой такой инновационной для обмена опытом, для того, чтобы они подружились. Здесь такой принцип, чтобы дети с разных команд находились вперемешку и знакомились. Ну, возраст детей с 11 до 14 лет – это самый такой хороший возраст, когда дети, как вот отметила коллега, они все впитывают, всю информацию. И, конечно же, с детьми будут наши вожатые, опытные вожатые, которые уже на протяжении нескольких лет работают в лагере Дарын. Далее для детей, помимо программы, которая предусмотрена слетом, то есть конкурсной программы, вожатые будут организовывать досуг. Это всяческие мероприятия, вечер знакомств, тимбилдинги, спортивные соревнования. Все это для этого предоставлена полностью инфраструктура лагеря, чтобы для детей были более комфортные условия. Также предусмотрено для детей экскурсии, выездные экскурсии. Это будут в этнопарк экскурсии. И помимо этого тоже хотели бы их покатать на речном трамвайчике, показать также водные экскурсии. Но надеемся, что слет у нас пройдет очень замечательно, здорово. И все наши дети подружатся и уедут с нашей области с очень хорошими впечатлениями. И их мы будем уже готовы встретить. Я подтверждаю, вновь. поверьте мне, они уедут со слезами на глазах, не хотя прощаться с друг другом. Коллеги, Поэтому, благодарим да. за информацию. Мы переходим к сессии вопросов. Есть вопросы? На этом наша пресс-конференция подошла к концу. Благодарим за внимание. Всего доброго.